Құрметті Алтай Сидерұлы, Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы заңның 12-ші бабында Қазақстан Республикасының үкіметі экологиялық қасірет аймағы халқына медициналық мекемелерді ұстауға қаржы бөлу нормаларын бір тұрғынға шаққанда экологиялық апат аймағында 1,5 есе, экологиялық дағдарыс аймағына 1,3 есе ұлғайтуға кепілдік береді деп көзделген. Дегенмен жоғарыда аталған заңның 12-ші бабы соңғы уақытқа Қызылорда облысы халқына көрсетілетін медициналық қызметкерге ақы төлеудегі тарифтерінде толық қолданылмай отыр. Бұл ретте салалық министрліктердің тарифтердің реттейтін тиісті бұйрығы 2020 жылы қабылданып, өткен жылдың соңына дейін Қызылорда облысындағы медицина ұйымдарына жоғарыда аталған заң талабына сәйкес экологиялық коэффициенттер қолданып келді. Алайда 22 жылдың 5 желтоқсанында министрліктің аталған бұйрығына өзгерістер енгізіліп, белгісіз себептерменен экологиялық коэффициент Арал, Қармақшы және Жаңақорған аудандарында заңда көзделген қаржы бөлу нормаларынан төмен бекітіліп отыр. Мысалы, 2023 жылға Арал ауданы бойынша бекітілген қаржыландыру көлеміндегі еңбекақы қорының көлемі 3,4 миллиард теңгені, оның ішінде экологиялық коэффициент бойынша үстемақы 990 миллион теңгені құраса, тарифтердің өзгеруіне байланысты бұл коэффициентпен есептелген қаражат көлемі 666 миллион теңге ғана құрап отыр. Яғни, бір ауданға есептелмей кеткен экологиялық коэффициенттердің орташа айырмасы 30-35% аралығында болып отыр. Нәтижесінде жоғарыда аталған аудандар бюджетіне 1 миллиардқа жуық қаражат кем түсіп отыр. Осының салдарынан медицина ұйымдарының бюджетінің құрамында еңбекақы төлеу қоры 86%-ға дейін өсіп отыр бүгінгі таңда. Медициналық қызметті ұйымдастыруға жұмсалатын қаражат жұмыскерлердің жалақысы бойынша кредиторлық берешектерді болдырмау үшін айлыққа бағытталуда. Тиісті министрлікке жолданған сұраухатқа нақты жауап болмай отыр. Осыған орай, құрметті Алтай Сидерұлы, бұл мәселе сыр өңіріндегі 5000-ға жуық медицина қызметкерлеріне қатысты екенін ескере отырып, медициналық қызметтерге ақы төлеу тарифтерін есептеуде Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы заңның талаптарын негізге ала отырып, біріншіден, министрліктің тиісті бұйрығындағы экологиялық коэффициенттерді шұғыл түрде қайта қарап, бұйрыққа өзгерістерді енгізуді салалық министрлікке тапсыруыңызды сұраймын. Екіншіден, берілмей қалған қаржы көлемдерін аталған медицина ұйымдарына өтеуді қарастыру сұралуда. Депутаттық сауалға заңда белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруіңізді сұраймын. Құрметпенен депутат Әлназарова.